Барлығыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіз тапсырмаларды орындау арқылы ағылшын тіліндегі грамматикалық біліміңізді арттыра аласыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыз. Бірінші тапсырмада сіз how much немесе how many деген сөздерді қолдану арқылы сөйлем құрауыңыз керек. Сіз дәл осы жерден видеоны тоқтатып, тапсырманы орындап көріңіз, ал мен жауаптармен бөлісейін. Екінші сөйлемде how many деген сөзді қолданамыз. Себебі days, яғни күндер деп тұр, сондықтан да how many қолданылады. Үшінші сөйлемде how much қолданылады. Себебі ағылшын тілінде my деген саналмайтын зат есімге жатқызылады. Төртінші сөйлемде how many қолданылады, себебі кітап саналады. Келесі тапсырмамен таныс болайық. Бұл тапсырмада in, at немесе on деген демеуліктерді қойып шығуыңыз керек. Сіз дәл осы жерден видеоны тоқтатып, тапсырманы орындап көріңіз, ал мен жауаптармен бөлісейін. Екіншісінде in деген демеулік қолданылады, себебі ағылшын тілінде ай атауларының алдында in деген демеулік қолданылады деген ереже бар. Үшіншісінде де дәл солай мезгіл атауларының алдында in деген демеулік қолданылады. Төртіншісінде сағаттың алдында at деген демеулік қолданылады. Бесіншісінде сонымен қатар мерекелердің алдында at деген демеулік қолданылады. Алтыншысында at қолданылады, at noon. Бұны біз тұрақты тіркес ретінде қарасақ та болады. Жетіншісінде in қолданылады, бұл тұрақты тіркес, яғни өзгермейтін тұрақты тіркес деп айтсақ та болады. Сегізіншісінде in қолданылады, ағылшын тілінде жылдардың алдында in деген демеулік қолданылады деген ереже бар. Тоғызыншысында on Sunday morning болады, себебі мұны да тұрақты тіркес деп санасақ болады. Оныншысында да in the afternoon, жаңағы in the morning деген секілді in the afternoon дегенде тұрақты тіркес ретінде қарауға болады. Келесі тапсырмада иди жалғауын етістікке дұрыс жалғауымыз керек. Сіз видеоны дәл осы жерден тоқтатып, тапсырманы өз еркіңізбен орындап көріңіз, ал мен жауаптармен бөлісейін. Ал енді мына етістіктерге ing жалғауын жалғап көріңіз. Сіз видеоны дәл осы жерден тоқтатып, тапсырманы орындаңыз, ал мен жауаптарымен бөлісейін. Ал енді келесі тапсырмамен таныс болайық. Бұл тапсырмада сіз зат есімдердің алдына an немесе some деген сөздерді қойып шығуыңыз керек. Сіз видеоны дәл осы жерден тоқтатып, тапсырманы орындаңыз, ал мен жауаптармен бөлісейін. Екіншісінде an артиклі қолданылады, себебі ag саналатын зат есімге жатқызылады, және де дауысты әріптен басталып тұр. Үшіншісінде some қойылады, себебі t саналмайтын зат есімге жатқызылады. Төртіншісінде an артиклі қолданылады, себебі umbrella саналатын зат есімге жатқызылады, және дауысты әріптен басталып тұр. Бесіншісінде артиклі қолданылады, себебі should саналатын зат есімге жатқызылады, және дауыссыз әріптен басталып тұр. Алтыншысында some деген сөз қолданылады, себебі money саналмайтын зат есімге жатқызылады. Жетіншісінде артиклі қолданылады, себебі spoon саналатын зат есімге жатқызылады, және дауыссыз әріптен басталып тұр. Сегізіншісінде some қолданылады, себебі jam саналмайтын зат есімге жатқызылады. Тоғызыншысында да лимонад саналмайтын зат есімге жатқызылады. Оныншысында да дәл солай met саналмайтын зат есімге жатқызылады. 11-шісінде артиклі қолданылады, себебі a bottle of coke саналатын зат есімге жатқызылады. 12-шісінде some сөзі қолданылады, себебі кофе саналмайтын зат есімге жатқызылады. 13-шісінде артиклі қолданылады, себебі a loaf of bread деп тұр. 14-шісінде some сөзі қолданылады, себебі bread саналмайтын зат есімге жатқызылады. Ал енді келесі тапсырмамен таныс болайық. Бұл тапсырмада сіз сұрақтың дұрыс қойылуы үшін дұрыс сөзді таңдауыңыз керек. Сіз дәл осы жерден видеоны тоқтатып, тапсырманы орындаңыз, ал мен дұрыс жауаптармен бөлісейін. Бірінші сөйлемде анау кімнің радиосы деп сұрап тұр, сондықтан да whose деген вариантты таңдаймыз. Үшінші сөйлемде анау қыз кім деп сұрап тұр, сондықтан да who деген вариантты таңдаймыз. Төртіншісінде сен қашан дүкенге бардың деп сұрап тұр, сондықтан да when деген вариантты таңдаймыз. Бесіншісінде ит қайда деп сұрап тұр, сондықтан да where деген вариантты таңдаймыз. Алтыншысында сен неге кешіктің деп сұрап тұр, сондықтан да why деген вариантты таңдаймыз.
жетіншісінде сенің әпкеңнің есімі кім деп сұрап тұр, сондықтан да what деген вариантты таңдаймыз. Сегізіншісінде уақыт қанша болды деп сұрап тұр, сондықтан да what time деген вариантты таңдаймыз. Тоғызыншысында фильм қашан басталады деп сұрап тұр, сондықтан да when деген вариантты таңдаймыз. Оныншысында кім ағылшынша сөйлейді деп сұрап тұр, сондықтан да who деген вариантты таңдаймыз. Міне достар, бүгінгі видео сабақ аяқталды. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Видео сізге ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, видеоларға лайк басуды ұмытпаңыз.